орындауымыз керек. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы. Оқу мақсатымыз шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, эссе жазамыз. Енді осы эссе жазу үшін біз мінекей негізгі құндылықтар игеретініміз мынау. Бағалау критерийлеріміз мінекей шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап әдеби эссе жазасыңдар. Эссе жазуға қойылатын барлық талапты орындауларын керек. Келесі дескрипторларын, эссенің кіріспе бөлімін, негізгі бөлімін, қорытынды бөлімін, барлық не жазылатынын біле отырып, ұлттық құндылық тұрғысынан шығарманы талдай алуымыз керек. Келесі. Сендер мінекей осыған кіріспес бұрын сәл ғана жазылым алды жұмысымызды істейік. Сөз ойла, тез ойла дейді. Қане кім айтады маған? Эссе дегеніміз не? Әлия? Автор мен автордың ойын салыстыра отырып талдау эссе деп аталады. Тезірек түсіндірмей қалдық. Эссе деген қанекей, Әлия? Автор мен өз ойыңды салыстыра отырып жазылатын ой толғау болып табылады. Яғни шығарма, өздерінің жеке жазатын шығармаларын. Эссе қандай бөлімдерден, құрылымдардан тұратын еді? Әмина? Эссе кіріспе бөлімнен тұрады, негізгі бөлім және қорытынды бөлімнен. Қорытынды бөлімнен тұратын еді. Жақсы. Енді эссенің тезис, аргумент деген бөлімдер бар, өзінің талаптарына сәйкес. Тезис дегеніміз не еді? Тезис дегеніміз мәтін бойынша біздің ойымыз, ал аргумент дегеніміз сол бойынша дәлел. Иә, дәлел. Бір тезис айтқан кезде қанша аргумент керек екен аз? Бір немесе екі аргумент керек. Бір немесе екі аргумент керек екен. Жарайды, жақсы. Келесі. Эссе қандай жанр? Қане Нұрбекен? Эссе публицистикалық жанрда. Публицистикалық қана жанр деп айтамыз ба? Сонда біз журналистпіз деп есептейміз ба? Негізі эссенің жанры оның құрылымы және маңызына байланысты. Асықпай, ойыңды анық айт, ешкім түсінбей жатыр. Сен сөзіңді? Негізінен эссе өзінің құрылымы мен мағынасына қарай жанрға бөлінеді. Отыр. Кім жалғастырып жібереді қанекей? Кім ойын айтады? Ала келіп? Эссе тек қана публицистикалық емес, сонымен қатар ғылыми Ғылыми түрі де бар, ғылыми эссенің. Әдеби эссе бар екен. Тағы қандай эсселер жаздық біздің? Қандай жазбашылықтар осы уақытқа дейін дайындап келмедік? Аргументативті эссе жаздық. Жансай? Ой толғау жаздық. Әдеби эссе жаздық. Сыни шолу жасадық. Дәлелдеме эсселерді осы уақытқа дейінгі үлгілерін жазып көрген едік. Енді әдеби эссенің ерекшелігі қандай екен? Осы туралы мен сәл ғана сендерге айтып кеткім келіп отыр. Әдеби эссе жаңағы айтқан эсселердің ешқайсысына да ұқсамайды екен. Яғни біріншіден бұл тек қана өзіңнің ойың емес, бұл белгілі бір жазушының, қаламгердің шығармасына негізделу керек екен. Дәл осы уақытта біз қазір кімнің шығармасын негізге аламыз? Мұрат Мөңкеұлы. Мінекей, екіншіден автордың айтқысы келген идеяларын сендер болжауларың керек. Соған қоса өз пікірлеріңді қосуларың керек. Және сонымен өздерің тұжырым жасап, қорытынды жасай білулерің керек. Және ол жұмыстың барлығын көркем әдеби түрде орындағандарың дұрыс болады. Келесіге кетейік енді. Мінекей, біз осыған кіріспес бұрын кішкене ғана сендерменен талдау жасап келейік. Мінекей, топқа бөлініп отырмыз ғой. Қане, қай топ бір кішкене ғана кіріспе бөлімде не туралы айтқанын өздеріңде тұрып, мінекей, бүгін біздің негізгі бір минут. Мінекей, критерийлерді бердім, дескрипторларды бердім. Мінекей, яғни кіріспе бөлімде Мұрат Мөңкеұлының кіріспе бөлімі. Бүгінгі шығармамыз тақырыбымыз осы ғой. Мұрат
әрдайым әр ақын өз толғауында жазып қалдырған. Соның бірі Мұрат Мөңкеұлы. Жақсы, тоқтай тұрайық. Ал кіріспе бітті ма? Жоқ. Мұрат Мөңкеұлы ел мұңын жырлаушы, шындықты бетке айтатын ақын. Жарайды. Қане мына топты тыңдап көрейік, кәнекей. Мына топты тыңдап көрейікші, кәнекей. Ал Аружан? Әр заманда да, әр ғасырда да халық мұңын жырлайтын, қайғы қасіретін өлең шумақ арқылы жеткізетін тарихи тұлға болуы хақ. Сондай тұлғалардың бірі 18 ғасырдың көрнекті өкілі Мұрат Мөңкеұлы. Жақсы, жақсы. Қане мына топты көрейік, Жансая. Әр заманның зарын заманшысы, ел үшін күресіп, ел мүддесін көтерушілер болатыны Қаттырақ, анықтау сөйлейік. солардың бір дәлелі Мұрат Мөңкеұлы. Ел күйзелісі жырлап, туған жылбырақпен қоштасу арқылы қоштасу қаншалықты қиын екендігі ақын үзінділерінде көрініс табады. Қане мына топтың кіріспесін көрейік, кәнекей. Қане кім сөйлеп көреді? Ал Сабина? 19 ғасырдың көрнекті өкілі Мұрат Мөңкеұлы халықтың мұңын толғауында ерекше кеңінен. Асықпа, анық сөйлеп. 19 ғасырдың көрнекті өкілі. Әрі жалғастырайық. Мұрат қазақтың басынан өткен қиындықтарын үш қиян толғауында ашық әрі батыл жеткізген. Үш қиян толғауында орыс патшаларының қазақ жерін иелене бастағанын, басшылардың халқы жасаған әділетсіздігін байқай аламыз. Жақсы, кіріспеде жарайды. Кіріспе осылай кетті дедік, ә? Мінекей, кіріспе бөлімде Мұратты қысқаша таныстырдық па? Оның үш қиян толғауы туралы айттық па? Аз кем ғана кіріспе. Негізгі бөлімде себеп айтамыз, сондықтан азағы. Сосын негізгі бөлімге қарай өтеді дейді. Дәл осы негізгі бөлімге қарай өтетін жерін біз бірақ қамти алмай қалыппыз, ә? Негізгі бөлімге қалай өтеміз? Ал балаусан? Мен өз есімде Мұрат Мөңкеұлы және оның шығармасы туралы айтқым келеді. Жақсы. Кәнекей, мына жерде мен Аружан Бақытжан. Айтып берсін ғой. Солардың бірі Қаттырақ. Мұрат Мөңкеұлы. Алдыңғы сөйлемін қандай еді сенің? Әрбір заманда Жоқ, ең осының артында тұрған сөйлемді ғана оқы. Сөйлемнің арасында байланыс бар ма мына жерде? Аружан, сөйлемнің арасында байланыс болмай қалды. Отыра ғой. Эля, көмектес. Мұрат Мөңкеұлының көптеген зар заманның көрінісін сипаттайтын ой толғаулары бар. Ой толғаулары бар. Солардың бірі үш қиян толғауы. Енді сен енді негізгі бөлімге қалай өтесің? Өтуің керек қой. Қане, Әля? Кең байтақ жерден айырылған барар жер. Жоқ, барлығын оқудың қажеті жоқ. Өтетін жерін ғана оқы. Қанекей, сол нәрсені мен сендерге өтетін жерін оқып дедік. Әдемі? Ал мен бүгінгі әдебиет сенімде Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы жайлы айтқым келеді. Мінекей, осылай өтеміз. Кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге осылай қысқаша ғана өтеді екенбіз. Жарайсың, әдемі. Ал бүгін мінекей кіріспе бөлім туралы мен мінекей Аружанға дәптеріңе қалыптасыр шағылама қыстырсам болады. Мына жерге әдеміге, сосын кімге? Жансаяға беріп қояйын. Қалғандарын содан кейін көре жатамыз. Мен бір нәрсені сендерге ұмытып кешіріңдер. Қалыптастырушы бағалар бұл мінекей. Тура осы
Дұшпандары тазға бізді күлкіге теңеп шындықты айта білген ақын өзінің ел қорғаушы екенін дәлелдеді. Мен оның нағыз жүзегін байқадым. Қаттырақ сөйлеуге бола ма? Анығырақ қылып Нұрмекен. Дұшпандарын тазға бізді күлкіге теңеп шындықты айта білген ақын өзінің ел қорғаушы екенін дәлелдеді. Мен оның нағыз жүзегін байқадым. Тыңдап отырайықшы Қанекей. Қане топ-топқа қазір баға беріп көрейік бір-бірімізге. Қалай айтады? Қай үзіндіден байқадың? Дұшпан тасы бізді қашсақ елікке қоймайды. Дінге кірсек суырып, құрған адай қадалып, қазына сілкен құдайым сыпта ғайсын салам. Жарайды, жақсы. Аха, Нұрмекен. Ал әрі қарай кім жалғастырып көреді Қанекей? Мына жерде мен Балжанды тыңдап көргім келіп отыр. Бүгін үндемей қатыспай отыр. Қане, Балжан? Қаттырақ, анық қыл. Ақын өзінің бұл толғауында қазақ елінің жерінен айырылғандығына қынжылғандығын, қиын күндерді бастан кешіргендігін анық айтып жеткізеді. Иә. Сонымен қатар ақын қазақ елінің отаршыларға тап болғанын ерекше суреттеп жеткізген. Суреттеу. Бірінші біз нені айтуымыз керек еді? Толғаудың тақырыбы, идеясы туралы айтуымыз керек еді. Жарайды, өзіңнің пікірің. Баласаны тыңдап көрейік. Екінші топты тыңдаймыз. Автор өзінің ұшқиян толғауында халықтың көрген зардабы, Тыңдаймыз. тағы мұңы туралы тереңдетіп жеткізген. Мен оны мына шумақтар арқылы дәлелдей аламын. Бәйіт еттім бұл сөзді қайғы шегіп заманның. Заман озып не қылсын, ай орнынан туады, күн орнынан шығады. Бұның бәрі адамның. Аха, жарайды. Сонда тақырыбы мен идеясы не болған екен толғаудың? Мына нәрсеге баға берілмей жатыр, Аружан. Жыраудың үш қиян толғауында халықтың қайғы қасіреті, ата қонысқа деген қимастық, ел билеген төрелерге деген ашу ыздар, өкініш, мұң мен зар секілді сезімдер мен негізгі идеялар орын алады. Жақсы, тоқтайық осы жерде. Осы жерде қай сөзбен келіспеуге болады? Аружан өте әдемі сөйлем құрады, бірақ бір жерден жақсы тыңдап отырған адам қай жерден қате жіберді? Қане, кім айтады? Бір-бірімізді тыңдай алмай жатырмыз. Қалай баға береміз? Қай жерден? Ел билеген Төрелерге. төре еді. Ал сол кезде төре бар ма еді? Жоқ. Ал жақсы, Әмина. Ұлт мүддесін, ұл мүддесін жоғары тұрған халық мүддесі үшін Тыңдайық. Мұрат Мөңкеұлы үш қиян толғауында отырғызушылардың қазақ қоныстарын тартып алған елге көрсеткен қиянатын осы үзіндер арқылы байқай аламыз. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салғаны, ойылды тартып алғаны, ойдағысы болмады. Міне, ең негізгі үзіндіні қайсы оқушы, қайсы топ келтіре алды? Міне, мына топ келтіре алды. Осы жерде негізгі идея тақырыпты ойластырды. Жарайсың ба мені? Міне, кез келген үзіндіні ала салмауымыз керек етсе де, қажетті нәрсені әдемі. Мұрат Мөңкеұлының толғауында өзек болған байтақ жерінің талауға түсіп, өзгенің оятына айналған сәтте туындаған мұң мен шер. Мұрат Мөңкеұлы үш қиян толғауында ата қоныстан айырылған қазақ халқының бейнесін барынша ашық, реалистік тұрғыда бейнелеп кеткен. Мен оны мына өлең шумақтарынан байқадым. Еділді тартып алғаны, етекке қолды салған, жайықты тартып алғаны, жағаға қолды салған. Бұл өлең жолдарынан барар жер, басар тауы қалмаған халықтың жағдайын бұдан терең көрсету мүмкін емес деп ойлаймын. Ойымызды әжептәуір тиянақтап әдемі жеткізе алдым. Ал Қанекей, кішкене баға беріп жіберейік. Бүгін мына топ қалыс қалды-ау деймін. Қане осы мына айтылған үш топтың ішінде кімнің ойы, кімнің сөйлем құрағаны сендерге қай топтікі ұнады? Ләлия саған берейінші? Үндемей тұрсын. Ал Ләлия. Айта қойшы. Қайсы топ? Қазіргі негізгі бөлімнен. Менің ойымша осы топтардың ең күшті айтқан ол үшінші топ. Үшінші топ сендерсің. Бірінші топ. Бірінші топ Яғни, ал несімен ұнады? себебі оның жазған қысқаша Қане, Әлия, отыра ғой. Менің ойымша бүгінгі сабақта барлық топ жақсы атсалысты, бірақ соның ішінде маған әдемі ұнады, себебі ол өзінің жазған эссесінде барлығын қысқа әрі нұсқа түсінікті қылып айтып өтті. Түсінікті қылып жаза алды. Және соның аргументін не қылды? Тезиске аргумент сай келді ма? Сай келді. Жақсы, жарайды. Әрі қарай, Мінекей,
шеберлігі де қамтылуы керек. Осы туралы айтқандарың бар ма? Мұрат ақынның үш қиян толғауындағы суреттеу шеберлігі. Қандай суреттеу? Қанекей, Әйгерім. Бірақ анық асықпай сөйлеші. Автор бұл толғауда әсерлеу үшін риторикалық... Тағы да деп кеттің. Автор бұл толғауды әсерлеу үшін риторикалық сұрақ, метафора, аллитерация, ассонанс сигнал түрлерін қолданды. қолданды. Енді осыған дәлел, аргумент. Аргумент. Ал сыздық баласы ақшасына сүйеніп айтқан сөзі бұл болды. Ақылсыздың баласы. Ақылсыздың баласы ақшасына сүйеніп айтқан сөзі болды. Қандай сурет етесің екен? Бұл жерде ассонанс көре аламыз. Ассонанс бар. Ал тағы қандай айтасың деп бәлкім берейін? Автор өзінің толғауында риторикалық сұрақ, метафора, ассонанс аллитерациясының доға қолданған. Мысалы, Маңғыстаудағы Үштөбек оны дағы алғаны, Өргеш пен Бұхарға арбасын сүйреп барғаны, қоныстың барма қалғаны деген жерде деген өлең жолдарында риторикалық сұрақ. Риторикалық сұрақ. Ал енді осы риторикалық сұрақ бар екен. Осыған өзіміздің бағанағы әдеби эсседегі пікірімізді қалай қоса аламыз? Дәлелді айттық. Осы жерден автордың қандай сезімін көріп тұрмыз? Осы жерді кім маған айта алады? Қанекей, қандай сезім? Ал Әділі, тыңдайық. Бұл толғауда ақынның мұңын, уайымын, қынжылуын, қайғысын, зарын, өкінішін, ата қонысынан айырылып, баяғы заманның аңсауын көре алдым. Аңсауын көре алдым. Ата қонысынан айырылып, баяғы заманның аңсауын көре алдым. Осы жерде ата қонысынан айырылған деген жерге қай сөзді қосып жіберсек болады деп Нұрмекен? Ата қонысынан айырылған деген сөздің орнына Жоқ, неге? Ата қонысынан айырылды. Соның қасына қандай сөз толықтыру керек? Ата қонысынан айырылған халықтың мұңын көре алдым. Сосын барып, баяғы заманның аңсауын. бұл жерде ақынның ескі заманды аңсаған сағынышын да көре алдым. Жарайсың, жақсы Әділі. Тағы кім оқиды? Ал Әлем. Қолдан кеткен алтынның қадірін Мұрат Мөңкеұлы қынжылай еске алғаны анық көрсетілуде. Шарасыз қазақтың қамын ойлаған жанашыр шыншыл ақын ел тәуелсіздігін аңсап кешегі күнді сағынышпен еске алғаны белгілі. Мінекей, мына жерде Әлия, жарайсың, ойыңды әп-әдемі көркем түрде жеткізе алдың. Енді бір минут бері қараңдар. Қазір сұрайын тағы. Қорытынды бөлімде қалаймыз. Қорытынды бөлімде. Қорытынды бөлімде қалай айта аламыз? Қорытынды. Негізгі бөлімде не айтатыны туралы әжептеуір келтірдік. Қанекей, қорытынды бөлім. Ойды қалай қорытамыз? Яғни Мұрат шығармашылығының маңызына тоқталады. Өзінің ойын қысқа тұжырымдайды. Эссені түйіндейді. Эссені түйіндейсіңдер. Қане, осыған қарап отырып ойымызды қалай түйіндейміз? Мұрат шығармашылығының қандай біз үшін маңызы бар екен? Міне қорытынды бөлімге келіп жеттік. Қанекей? Жеке жұмыс. Лалия. Мен жазған жаңағы барлауын тапсырманың бәрі сақ-сауықта жинақталады. Өзімізді өзіміз кейін бағалаймыз. Кері байланыспен эссені түйіндейсіңдер. Ал қорытынды сабақта ал Қанекей. Қорытынды бөлім Қанекей. Ал Жансаян тыңдап көрейік. Тоқсан ауызын толықтай түйінінде... Асықпа Жансаян. Тоқсан ауыз сөздің толықтай түйініне келсек, ақын туындысында халықтың ауыр халін бейнелеп қана қоймай, елді әбден қинап дағдысызға ұшыратушылардың артуы, алғызаттығы Хусейн ақынның оларға деген
жер көрінісін асыра түскен. Жансая, анық асықпай оқуға бола ма? Ақшамның күні туып, пара пөле көбеюі, арамзалар болыс болып, ел билеуі ақындықпен, ағайындықпен қиылуға, жүк түсуі, ел үшін желбостар жайлауы жұртымызды күйзеліске ұшыратты. Алайда оның толғауы ел рухын көтеріп, халқына патриоттық дем бере білді. Дем бере білді. Жансая бізде жақсы жазады, бірақ сол жазғанды жеткізуге келгенде қиналады. Ойды анық жеткізіп беруіміз керек. Жарайсың, жақсы. Әрі қарай кімге оқиды? Тағы түйіндік қанекей. Алина, Серік, үндемей отырсын сендер. Қаттырақ, анық. Қорытындыға келе Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы біз үшін маңызды рөл атқарады. Себебі осы Қорытындылай келе маңызды рөл атқарады. Сөйлем қиюласты ма? Қиюласпай қалды. Қалай қиюластыратын еді көш жерді? Әрі қарай? Оқы жаңа сөйлем қайтып. Қорытындыға келе Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы біз үшін маңызды рөл атқарады деген. Енді дұрыс қой. Әрі қарай? Себебі осы шығарманы отырып біз ата-бабамыздың қалай қиналғаны туралы Дұрыс, қалай қиналғанын не қылдық? Сезіндік па? Сезіне алдық. Өте жақсы. Тағы қалай жалғастыруға болады еді? Бақытжан қызарына. Түйінге келсем, Мұрат Мөңкеұлы бізге өз заманының зардабы менен мұңын көрсете алды деген мағына. Түйіндей келсем, көрсете алды деймін. Жақсы. Омар Жанеркенің бүгін мен дауысын естімедім. Ал Жанеркен? Мұрат Мөңкеұлының ішқиян толғауы халықтың асыл қазынасы мен мұрасы деп білемін. Осы толғаулардың қазақ жүрегінде ерекше орын алады деген ойдамын. Бұл жырды оқи келе мен өз елімді әрқашан құрметтеуге, қадірлеуге арман жасаймын. Жақсы. Бірақ мына жерде не жетпей тұр? Жанерке жақсы айтты. Не жетпеді? Өте маңызды асыл қазына деп ойладым деді. Бірақ тезистің артында не керек еді? Аргумент осыған дәлел керек еді. Осыған керек еді. Жақсы, жалғастыра бер артында. Жақсылап тыңдап көреміз. Балауса? Өз ойымды қорытындылай келе, Мұрат шығармасының біз үшін маңызы өте зор екенін түсіндім. Себебі сол кездегі халықтың ауыр жағдайын суреттеп бізге жеткізе білген Мұрат Мөңкеұлы. Сол арқылы мен біздің ата-бабаларымыздың қандай қиындықтарда өткен сезіне білдім. Жарайсың. Жақсы. Енді қара, мына жерде Мұраттың заманы менен біздің өз заманымыз туралы, заман туралы өзіміздің ойымызды айтуға бола ма? Істе біздің өзіміздің ойымыз ғой түйініміз. Қане, кім осы өзінің заманы, қазіргі біз өмір сүріп жатқан замандағы қиындықтар туралы жазалды? Әрине біз 8-ші сыныппыз. Әлі 10-шы, 9-шы, 11-ші сыныпқа дейін бұны әдемілеп жазып білдіреміз. Жарайсыңдар, ойларыңды әп-әдемі жеткізіп жатсыңдар. Қанекей, қалай ауызша көрейікші? Мұраттың заманы мен әліға сөйлесі келіп отыр. Ал әліға? Меніңше, бұрынғы Мұрат Мөңкеұлының заманына қарағанда біздің заман өте қатты өзгеріп кеткен. Себебі бұрынғы заманда олар қазіргі заманда қайшы? Қазіргі заманда бізде көп соғыс болмайды, және де азаттықтан біз тәуелсіздік алған халықпыз, бірақ та тәуелсіздік алдық, соғыс болмайды деді. Ол Мұрат соғыстан кетпеді? жоқ. Осы жерді. Ары қарай кім жалғастырады? Жақсы. Ал Әділе. Тыңдап көрейік. Мұрат Мөңкеұлының өмір сүрген заманымен біздің заманымыз үндес болып келеді. Үндес пе? Қай жері үндес екен? Өзінің пікірін айтып көрсін. Қай жері үндес? Себебі Мұрат Мөңкеұлының заманында ол нені сынап еді? Қандай қасиеттерді сынап еді? Не айтқың келді сен? Қане үндестігін айтсайшы, сен соның дәлелі қайда аргументі? Отыра ғой, жақсы? Отыра ғой. Қане кім айтады маған? Кім айтады? Ал Нұрбекен? Менің ойымша қазіргі біздің заманымыздағы проблемалардың бірі жаңа оқу білім мазмұнына оқу. Себебі жаңа оқудың сонда Мұраттың заманына қандай қатысы бар? Отыра ғой. Заманда сонда Мұрат айтқан проблемалар қазір жоқ па не? Аружан? Мен негізі Аделяның ойымен келісемін.
ол заманмен қазіргі заманымыз үндес келеді. Себебі ол заманда өзінің толғауларында басқарушылардың әділетсіздігін бұл жерде және парақорлық туралы жазылған. Халықтың күндестігін қатал сынға алған. Ал бұл жағдайлар қазіргі заманда да көп кездеседі. Бар ғой әрине. Міне осы нәрсені айтып отыр. Жарайсың шын мәнінде. Айна. 18 ғасырда өмір сүрген Мұрат Мөңкеұлының жырлары неге әлі халық есінде сақталып келеді? Ел азаттығын аңсаған, ел тағдырын ойлаған шыншыл ақынның жырлары бізге маңызды. Себебі ата қоныстарынан айырылған халықтың жағдайын Мұраттың жырлары арқылы білеміз. Сен қорытындыға кетіп қалдың. Маған қажет нәрсе. Қазіргі заман туралы жерін ғана оқи ғой. Сол замандағы басшылардың әділетсіздігі халыққа кері әсер берді. Мен сол замандағы басшылар біздің заманымыздағы басшыларға өте ұқсас деп ойлаймын. Қай жері? Парақорлығы дейді, иә? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүріп жатыр елімізде. Жарайсың, Амина. Жақсы. Әрі қарай кеттің. Мынау фишбоун деген әдіске қарайықшы, балықтың қаңқасы. Сонда біз мінекей негізгі бөлімді, кіріспе бөлімді, қорытынды бөлімді бойынша қорыттық. Сонда қандай құрылымды сақтаймыз? Ең алдымен нені жазамыз біз мінекей? Кіріспе бөлімді жазамыз. Кіріспеден кейін міне негізгі бөлімге бірінші тезисті жазып аламыз да астына соған кемінде бір немесе екі аргумент жібереміз. Одан кейін екінші азат жол, тағы негізгі бөлім басталады. Кіріспеден негізгі бөлімге көштік бағана. Енді екінші азат жол. Екінші азат жолда да біз мінекей тезисті айтамыз. Бағанағы Мұраттың суреткерлігі, заманын айтқан шыншылдығы, оның қазіргі заманменен ұқсас үндестігі немесе айырмашылығы, осы туралы мына жерде анығырақ айтып кетеміз. Және соның дәлелін келтіріп жатырсыңдар сендер ойларымен. Содан кейін қорытындыға көшеміз. Қорытындыда біз бағана не жазамыз дедік? Шығарманың маңызына тоқталамыз. Және несімен маңызды? Оның да аргументін жазамыз. Сосын біз одан не алдық? Біз ұрпақ қандай ұлағат тағылым тәрбие алдық? Міне қорытындыда біз осыны жаза білуіміз керек. Осы туралы ойларыңды тыңдап жіберсек. Қанекей, кірсе берейік, жұмыспен істей берейік. Жасай берейік. Мен бүгін әдемі ойларды тыңдап жатырмын. Мен бүгін Аминаға риза болдым. Мен бүгін мына жерде кімге? Бұл Аминаға да риза болдым, өзінің ойын айта алды. Бүгін маған Дилара мүлдем дауысын шығарып сөйлемей алды. Қазір мен Дилараны тыңдап көремін. Атлиманы тыңдап көремін. Қанекей қалай? Бүгін маған Әлия ұнап жатыр. Алшын. Неге? Жарайсың. Бүгін мен Гүлханымның дауысын естімедім. Бүгін маған Мерей ұнады, өзінің пікірін айта алып жатыр. Маған Жанеркенің не пікірі ұнады бұма Жанеркенің? Қазір. Жақсы. Не алдық біз ұрпақ? Мұраттан қандай тағылым тәрбие алдық? Мұрат шығармашылығынан біздің ұрпақ үшін қажет па, қажет емес па? Дәлелдерің болса сендер кері пікірді айта аласың. Айта аласыңдар. 7-ші сыныпта бір оқушымыз айтты. Шортанбай неге керек 21-ші ғасырда? Оның заманы емес қой деген батыл, қарсы пікір шықты. Ой, керемет дебат болып кеткен 7-ші ғасыр. Сол сияқты қарсы пікір айтуға да. Біз әлі 8-ші сыныппыз. Толық эссенің құрылымын, жалпы сұлбасын қалай жазу керектігін дұрыс түсініп қысқаша ғана жазуымыз керек. Біз міне әдеби эссені осылай құрылымдайды екенбіз. Жарайсыңдар. Жүрмей атыма, шабыт келмей атыма. Қане жазайық қорытындыны. Неше беріп жазып тастарсың? Біз 5 минут кеш бастадық қой. Сондықтан әлі 5 минутымыз бармыз. Толық 5 минутымыз. Енді қорытындыны өзінің кіргенде болады.
әжептәуір бастады. Қане, не алдың сен өзің Мұраттан? Кім айтып көр? Еркеназ? Ахима? Қане, бір сөйлем болса да, Ахима? Ал, Дилара? Қане, Дилараны тыңдайық. Мен Мұрат Мөңкеұлының үш қиян тұлғасынан көп нәрсе білдім. Мысалы, адамдарға деген жанашуы, адалдығы, шыншылдығы, халыққа берілгені және де өз еліме патриот болғанын үйрендім. Патриот болғанын үйрендім. Өте тамаша. Бір адамға аз емес екен, жарайсың. Ал, Ахима? Мен үш қиян тұлғаны оқи келе, осы шыққаннан оқыған әр адам өзінен адалдық, патриоттық, елін қорғай білу, халыққа жанашу сынды қасиеттерді ала алады деген ойнайды. Өте жақсы. Міне, әжептәуір түйін болған екен. Әлі тыңдап көрейік. Мұрат Мөңкеұлының шығармалары қазіргі таңда адамдарға өмірлік нұсқа болуда. Оның себебі неде? Автордың бойынан мен батылдық пен шыншылдықты, патриоттықты көре алдым. Осы қасиеттер қазіргі таңда әркімге керек қасиет деп ойлаймын. Әркімге де керек қасиет деп ойлаймын. Ханым көтерген сияқты едің. Қане, бүгін мүлдем қатыспаған бір қызымыз еді. Сонымен барлығымыз да сөйлеп қалдық. Ал, Гүлхан? Мен шындап сүйгенім, егер Мұрат Мөңкеев тұлғаларды жазып қалдырмаса, отарлар мен болған оқиғаны білмес еді. Білмес еді. Бұл мінекей тарихи құндар. Ал, жарайды. Абылхан, енді осымен қорытайық, сосын ары қарай үйде аяқтаймыз бұл мысал. Ал, тыңдап көрейік. Сонымен қатар жыраудың толғауы арқылы біз ата қонысымыздың қадірін түсіне аламыз. Себебі осы ұлан байтақ жерімізді қорғау үшін қаншама батырымыз қасықтай қамын төгіп, жауырынын оққа тосып қорғағандығын керемет сезіне аламыз. Тамаша, тамаша. Өте ақылдысың Аружан жаным. Әмина? Мұрат Мөңкеұлының жырлары қазіргі заманға маңызды болып саналады деп ойлаймын. Қазіргі заманға өте маңызды деген жерді қалай жөндеп жіберсек болатын еді? Әділі? Жоқ, сен оны жөндеп жібер. Бірінші тыңда. Өзіңдікін оқы деген жоқ қой саған. Неге тыңдамай отырмыз? Мұрат Мөңкеұлының жырлары қазіргі заманға маңызды болып саналады деп ойлаймын. Осы жерді қалай жөндесек болады? Рөл атқарады, жарайды. Себебі Мұрат Мөңкеұлының жылдары үзінділерінде қазіргі заманға қатысты да шумақтары кездеседі. Олар адамның азға белгісі екі кісі дауласса тату бол деп айтпайды. Екі айыр барасын арасына қаралған мұсылманның баласы. Мінекей, бер қараңдар. Аяқталмаған сөйлем деген нәрсе қазір жаңа сөйлемді құрай алмай жатыр едік қой. Міне осы көп көмектеседі бізге осы әдіс жағын. Қазір шығармадан дәлелді үзіндіні келтіре отырып, сөйлемдерді жалғастырып тұжырымдау. Мысалы, Мұрат өз заманының кімі? Мерей? Мұрат өз заманының шындығын көрсеткен тарихшысы. Тарихшысы. Тағы да кімі? Алина? Көрнекті жырауы жақсы. Ақынның өзегін көртеген не еді? Қане, Ахима? Ақынның өзегіндегі отаншылдардың ерік тартпауы, халықтың мұңы және де өз елінен шыққан адамдардың Сәл аяқтаумен қалғаны, ал жақсы, Алия? Ақынның өзегін өртеген ол отаршылдардың халыққа салғылы. Тек қана солай дейміз ба? Міне, қаншаларын көтеріп отырсыңдар, жақсы, ары қарай ғой. Оған дәлелім. Қандай пікір айтсаңдар да артына не кету керек екен? Дәлел, аргумент кету керек екен. Ал одан кейін қараңдаршы, мен ойымды былайша түйіндеймін. Бағана қорытындыда қажеттер бар еді ғой. Міне соны ары қарай жалғастырамыз. Яғни аяқталмаған сөйлеммен біз әжептәуір жұмыстар істеуімізге болады. Ал қолдарында мен сендерге таратқан сабақтың басында рефлексия қанеки? Кім сабақты түсінбегендер қызын көтерсін? Қане көтерейік, қане бүгінгі сабақтан қалай нені түсінді? Қане көрейік. Қызыл көтерген бар екен? Жасыл мен сары бар екен, а? Жақсы. Сары көтеріпсің. Не үшін сары көтердің атың? Жоқ, айта бер сарын. Қане, не нәрсеге? Сен бүгін сабаққа көп қатыса ба? Ал, айта ба, не нәрсе? Міне, жақсы, көп адам жасыл көтерген екен. Міне, осы нәрсеге бүгінгі сабақ туралы кері байланыстарыңды жазып, маған өткізсеңдер болады.
Ал бүгін бөлек кері байланыстарыңды аяқтап, маған өткізсеңдер болады. Жаза беріңіз. Жазып маған өткізесіңдер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларға алғысымды айтамын. Камера берді ма Лиза? Берді ме? Жақсы. Маған сабақ нені бере салыңдар, кері байланыстарын. Бере салың ондағы жазбасыңдар. Неге жазбадың? Жазу керек, сен неғып отырсыңдар? Бүгінгі өтілген сабақта не